өлеңді быт-шыт қылып оқудың 5 жолы. Кеттік. Бірінші қателік. Сен оқуға тырысасың, жеткізуге емес. Яғни бірінші жеткізе білу керек, оқу емес. Біз оқимыз, оқып береміз. Жеткізу ең басты мақсат болып табылады. Нені жеткізу? Ойды жеткізу. Автор не айтқысы келіп тұр? Ол сөз арқылы соны жеткізу. Оқу бәрін қолынан келеді. Екінші, талдамау. Яғни саған берілген өлең шумақтарын талдау керек. Сөздерді, люфт паузалар, ұзақ паузалар, екпінді сөздер, басты сөздер, негізгі сөздер, жалпы талдап үйрену керек. Талдаған кезде сенің шығармаңдағы айтылатын ой ашыла бастайды. Үшінші, мәнерлеп оқуға тырысамыз. Жоқ, мәнерлеп емес, біз суреттеуге тырысуымыз керек. Болып жатқан картинаны суреттей алуымыз керек. Ал біз мәнерлейміз. Мәнерлеп оқысам, керемет оқып жатырмын деп ойлаймын. Дәтім бармас аяғыңды құшуға, жас төгалман Трояда майданда, жеңіп алған абырой атақ даңқымды, таптағаным өрескелдім әлбетте. Осындай мәнерлеу дүниелерін көп қолданамыз, нәтижесінде өлеңіміз әлбетте деген сияқты болып шығады. Біз керісінше өлеңді суреттеуге тырысуымыз керек. Не айтып жатыр? Қыс па, күз ба, түн ба, күндіз ба, қар ма, жаңбыр ма, суық па, ыстық па? Осы нәрселерді жеткізуге тырысуымыз керек. Төртінші, маңызды пункттардың бірі, жаттап аламыз. Жаттап алып оқуға тырысамыз. Жоқ, жаттап емес, түсініп оқуға тырысуымыз керек. Егер де біз оқып жатқан дүниемізді түсінбей, жай жаттап оқитын болсақ, әлбетте сахнада біз асыға бастаймыз. Неге асығасың? Өйткені қазір сөзімді ұмытып қалам. Анау күз еді ғой, сұрғылт, соны ұмытып қалмауым керек деген ойда біз асығып оқып тастаймыз. Асыққан кезде тіл бұралады, әріптер шашылады, макарон құсап. Сондықтан да біз түсінуге тырысуымыз керек. Бесінші, өмір бермейсің. Сен өлеңді автордың атынан оқисың. Автордың жан дүниесімен, жоқ, өз жан дүниеңе салып оқуың керек. Сенің түйсігің, сенің ақылың, сенің даусың, үнің, сен қалай оны қабылдап тұрсың? Осылай оқыған жағдайда ғана өлең быт-шыт болмайды. Бұрынғы 2 класста 2 қолды жанымызға қойып алып, сұр бұлт, түсі суық, қаптайды аспан деген дүниелерден біз ауытқуымыз керек. Біз профессионалды актер болғандықтан біз өлеңді қара сөзге айналдырып отырып, түсіндіріп жеткізуге тырысуымыз керек. Өлеңнің быт-шытын шығарма. Онсыз да быт-шыт өлеңдер көп қой. Көріп қалдым сені, бүгін вторник күні саған келдім, быт-шытын шығарма. Ят.